келіп тұрсыз мында уже Маратқа? Нешінші рет келіп тұрсыз? Ой, білмеймін осы. Саннан жоғалдық біз уже. Мынау Мереке бауырым екеуміз постоянно келеміз. Енді бәрі санағанда айына бір кемінде бір 3-4 рет келеміз ғой сол айына. Енді Мараттың 2 жылдан асып кетті отырғанына. Сондықтан санаңыз бір 50-60 рет кемінде. Одан да көп. Иә, одан да көп. Мен енді 50-60 рет келген, мен жаңа ойнап күліп айтамын, машинемді үйден шығып үрелді қоя беремін, машина өзі жылып тауып алады степно басқа. Сондай неміз бар, сондықтан. Осы Марат мұнда келгеннен бері сіз бірінші рет келіп тұрсыз мұнда. Иә. Мұнда қалай өзгерістер бар ма? Сізге отношение, мына персоналдың отношениесі өзгерді ма? Әлде бір қалпында ма? Бір қалпында, өзгеріс жоқ. Неге десеңіз, мен ойымша, бұл жерге бұйрықты беріп жатқан начальник колония емес, шешіп жатқан бүкіл шешімді Ақордада шешеді деп ойлаймын. Сондықтан өзгеріс жоқ. Біз келгенде ана жерде шлагбаум ашық тұрады, ана көріп тұрсыз ана шлагбаум. Ол жерге анау передача аппаратын шлагбаум. Машинамен кіріп, ана көп сумкалармен апарады ғой. Ол постоянно ашық тұрады. А біз келгенде аны көріп тұрсыз, жабылады. Ол шлагбаум болған да жоқ. Маратқа келгенде ерекше олардың несі. Иә, біз Марат келгенде біз енді кішкене жариялаймыз ғой, интернетке шығарамыз. Сондықтан ана шлагбаум сразу жабыла қояды. Қазір келген адамдар нетеді енді возмущаться етеді. Неге ана алыс жерге сумканы көтеріп апарамыз ба қалай деп. Андайда сіз өз жеке ойыңызды айтып кетсеңіз, сіз өз жағынан қандай себеп болды сіз Маратты қолдап жатқаныңызға? Не себеп болды? Не себеп болды? Енді Марат, біз бәріміз осы партияны құрып жатырмыз, бір ұйымда болдық. Біздің мақсатымыз бір. Сондықтан қалай мен Маратты қазір тоқтай алмаймын мен. Марат түрмеден отырса, қалай тоқтаймыз біз? Сондықтан Маратты шығару керек біріншіден. Сосын енді алда қойған мақсаттарымыз бар, соған жетуге ұмтыламыз. Осы интернетте, әлеуметтік желілерде Марат туралы қазір ақпарат бар. Алдында Бақытжан Тілеуұлының қуғынға түсті, Марат қатысты. Қалай ойлайсыз? Қоғам жағынан, Қазақстандық қоғам жағынан Марат қолдау ол көңіліңіз жетіп жатыр ма, әлде көңіліңіз толмай жатыр ма? Толмай жатыр, көңіл. Неге десеңіз енді біздің Маратымыздың масштабы сондай, енді біздің Қажымұқан Мұнайтпаспен ғана салыстырамын. Сондықтан осылай қолдап жатқан көп емес. Енді бәрі біледі уже, көбінесе біледі. Сондықтан кішкене өкпеміз бар халыққа. Енді мынандай батырымызды неге кезінде Дариға Назарбаева анау Асар партиясын басқар деп сол жерде шақырыпты Маратты. Марат бірақ өзінің енді адал адам ғой, оны кім екенін біліп, ол отказался, бармады, бас тартты. А ол сол Асарды басқарып кетсе, қазір не дейші, майды шелпектеп жүруші деп қалай еді солай. Қазір бір жерде бір миллиондаған ақшасы, миллиардтаған ақшасы болып, бір жерде жатар еді өзінің яхтасында. Бірақ Марат ол адал адам, ол біледі, ол жолға түспейтін. Ол өз жолын тапты, осы жол. Қалай ойлайсыз, сіздің жеке ойыңыз, осы біздің халық, қоғам Маратты соншама дұрыс қолдамай жатқанына себеп не болып тұр? Ол надандық па, ақпарат жетпей жатыр ма, әлде қорқынышты сезім ба халықтар? Мен ойымша қазір ақпарат бәріне жеткілікті. Бірақ қазақ халқына осы қорқыныш, мынау сүйегіне сіңіп кеткен, қанына сіңіп кеткен. Енді біздің жас аралағымыз айтады да, осы қазақ халқының көрген қорлығын еш халық әлемде көрген жоқ. 300 жыл бойы анау Суворов, Екатеринадан бастап осы қуғын-сүргін, репрессия, геноцид болып жатқан. Сондықтан біздің жас аралағымыздың сөзін айтамын, мен жаңа мәшинеде келе жатқанда айттым. Қазаққа ондай қазақтың көргенін ешкім көрген жоқ. Сондықтан сол әлі қорқынышта жатыр. Неге десеңіз, енді Орыс империясы қойды мақсатты қазақты полностью құртпақшы болды. 41 жылы соғыс басталмаса, сол мақсатына жетер еді. Сондықтан енді оған түсінікпен келу керек қазақтың солай жатқанына. Қазаққа жас аралағымыздың айтатын сөз бар, қазаққа, халыққа тіл тигізбеңдер деп. Неге десеңіз, енді халық көп көрді. Репрессия, геноцид, өз баласының жеген халықпыз. Сондықтан онда ешқандай өкпе болмау керек қазақ халқына. Бірақ қазақ оянып жатыр, оны көріп тұрмыз.